Осындай көліктер ДТП-ға түссе де, мен бірақ алуға кеңес берем. Тексерісте Toyota Corolla. Состояниясы өте керемет. Бірақ артынан ДТП болған. Соның өзінде мен бұл көлікті рекомендовать ете аламын. Неге десеңіздер, бағасы не завышенный. Полный комплектация, бір хозяйка, юридически таза, ешқандай скрытый дефекттер жоқ. Пробег 50 мың, жылына 10 мың километр. Мына шетін көрдім. Артына келген кезде уже жаңағы прибор көрсетіп тұр, вторичный окрас екен. И және де біз документация жағынан шығарсақ, во-первых, бұл Toyota центрден алынған. Осы бір хозяйка. Сол Toyota центрде обслуживание өткен. И және де ДТП болған кезде бампері, усилитель бампері, ол именно Toyota центрде алынған. Сондықтан оригинальный запчасть салынған, сүйегі аман. И бағасында аспанға ұшырып жатқан жоқ. Сол үшін осындай көліктерді іздеу керек, осындай көліктерді алу керек. Біздің бір жігіт тура сондай көлікпен жүреді. Өзі состоянияларын салыстырған кезде осы көлікке өзі қызығып кетті. Көбісі полный заводской окрас іздейді. Ондай көліктер переоцененный болады. Сол үшін тек родной краска іздемеңіздер. Бой жерде сізді сырып кетеді, болды. Сол переплачивать еткен миллиондарыңыз просто күйіп кетеді. Ол меніңше қателік. Өйткені заводской окраста болып тұрып, көліктің состояниясы шаршаған болуы мүмкін. Общий бәрін қарау керек. Бәрін, пазлдың бәрін жинағаннан кейін картина полный жиналады. Сонда бір шешімге келуге болады.